Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұлқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суы. Ой, Аққала, қалайсың, жақсың ба? Жақсы ұйықтадың ба? Түнде қасымызда жатқан кезінде еріп кеткен жоқсың, әйтеуір мен еріп кетем ма деп уайымдап едім. Сендер қалай ұйықтадыңдар? Жақсы ұйықтадыңдар ма? Аққала мен кеше ойнаған ойындарың ба мынау? Осымен ойнадыңдар ма? Бірақ Аққаланың что-то настроениесі жоқ сияқты, байқадыңдар ма? Сағынған шығар достар. Кімді? Достарын сағындың ба, Аққала? Достарын сағындың ба? Аяз атаны сағындың ба, Аққала? Сағыныпты. Ойнайсың ба, я? Сен қайтқың кеп тұр ма? Өзіңнің еліңе қайтқың кеп тұр ма? Қайтасың ба? Енді саған енді Аяз ата келсін, сосын сені жібереміз, мақұл ма? Аяз ата, сосын кіммен келесің? Бұғымен келеді. Бұғымен ұшып кел. Айтпақшы, бұғымен ұшып келдің ғой, я? Дәл солайынан бұғымен шанасы бар екен ғой. Мен олардың достарын білем. Аяз ата мен бұғы. Бұғы ма? Так, енді Аққаламен қызықты бір ойын ойнайықшы. О, давай, ертегі жақсы көресің ба? Ертегі айтамыз ба? Аққала деген ертегі. Мен не айтам? Давай, ертегі айтамыз онда. Давай, отырыңдар, мен күшті ертегі айтып берем, сендер сол ертегіні сомдап бересіңдер, ертегіні орындап бересіңдер. Аққала деген ертегіні қабыл алыңыздар. Дайынсыңдар ма? Кеттік ал. Енді, ал балалар енді дайынсыңдар ма ертегі тыңдауға? Мен кіммін? Апаймын, яғни мен ертегі айтатын апаймын, Айсел, дайынсың ба? Тыңдап тұр, Ал олай болса балалар, ертегі тыңдауға дайын. Ертегіміздің аты қалай аталады дедім? Аққала деген ертегі. Олай болса ертегіні тыңдауды бастаймыз. Мұқият тыңдаңыздар. Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Мезгілдердің сұлтаны қылышын сүйретіп қыс келді. Тоқта, кімсің сен? Мен қыспын. Қысты осылайдан келтірді ма? Осындай қыс болды ма? Жарайды. Аққала, сен былай қарай шықсай. Біз ертегі қойып жатыр едік қой. Қыс келді, қысты тағы басқаша қалай деп айтамыз, қазір көрейік. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұлқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Несіптіңдер? Енді Аяз ата келе жатыр ғой. Ал енді сықырлау керек қой. Сықырлап келатсыңдар ма? Сықырлап қыс мезгілі келді. Аяз атамыз қыс мезгілі ғой, ал қыс мезгілі келді. Сөйтіп, қыс мезгілі келіп, аспаннан көп қар жауыпты. Достар, келіңдер, қар жауды. Бірге аққала жасайық. Қар жауды. Аққала жасайық. Кетті, достар. Қарларды бір-біріне қосып, аққала жасайық. Сөйтіп, достар, қарлардың барлығын бір-біріне қосып, аққала жасауға кірісіпті. Аққала, сен тұра тұрсай, аққала жасап болсын, сосын келесің ғой сен. Қарларды қосып, аққала жасапты. Аққаланы тұрғызсаңдар сен, аққаланы жасап Аққала жасадық, достар. Басындағы керегі қайда, мұрындағы сәбізі қайда, әлі аққала болған жоқ қой. Сөйтіп, достар, қардан осындай әдемі аққала жасапты. Аққаламыз дайын болды. Аққаламен бірге айналайық, достар. Аққала өлеңдетіп, әндетіп. Аққаламен бірге әндетіп, ойын ойнап, күн сағына уақыт өткізіпті. Сөйтіп балалар ұзақ ойнап болғаннан кейін дала қап-қараңғы болады. Балалардың үйлеріне кіретін уақыты болыпты. Аққала, жақсы болып жүр. Біз кеттік үйге, достар. Аққала
Аққала болса далада қалады, достары болса үйіне кіріп кетеді. Таң атса аққала дәл осылайынан қатып тұр екен. Достары болса үйлерінен шығып, аққаламен қызықты ойындарын Аққала кеттік қайтадан ойнайық. жалғастырыпты. Сөйтіп достар өздерінің уақытын аққаламен көңілді өткізіпті. Сөйтіп уақыттар өте беріпті. Күндер өтіпті. Апта өтіпті. Айлар өтіпті. Сөйтіп қыс мезгілінің 3 айы да аяқталыпты. Қыс мезгілінің айлары аяқталғаннан кейін көктем мезгілі келіпті. Жылы жақтан құстар ұшып келе бастапты. Құстар ғой, құстар ұшып кетті. Ал аққала болса, күннің жылы болғаннан жаймен еріп бара жатыр екен. Аққала ерімеші. Аққала сенмен көп ойнадық. Көңіл күйің жақсы ма аққала? Еріп кетпеші аққала. Балалар қанша айтқанымен күн жылынып, аққала сөйтіп аққала еріп кетіпті. Аққала Еріп кетіпті. Аққала осылай еріп кетіпті. Достары болса, келесі қысты күтіпті. Себебі келесі қыста не істейді? Аққала жасаймыз. Аққала сені қыста күтіп аламыз. Алақай. Сөйтіп біздің аққала деген ертегіміз аяқталыпты. Орнымыздан тұрамыз, аққала ертегісін сомдаған әртістерге шапалақ ұрамыз. Рахмет. Аққала көңіл күйің көтерілді ма? Қызық болды ма? Апай, күшті ертегі болыпты, маған ұнады аққала деген. Қызық ертегі болды. Аққаланың көңіл күйін көтеру үшін осындай қызықты ертегіні ойлап таптық, иә? Аққала, біздің айтқан ертегі ұнады ма? Иә. Достарыңды сағындың ба? Иә. Достары кім екен аққаланың? Бұғы мен Аяз ата ғой. Бұғы мен Аяз ата. Достар, байқадыңдар ма? Аққаланың бәрібір настроениесі көтерілген жоқ, иә? Кеше күшті ойын ойнадық, бүгін ертегі қойып бердік. Сонда да өзінің елін сағыныпты. Аяз атасы мен бұғысын Сағынып Иә. Сен сағындың ба? Ондай аққала сен ренжіме, ертең Аяз атаға звондаймын мен, мақұл ма? Давай хат жазайық та, Аяз атаға хат бірақ ол жаңа жазайық. жылда келеді ғой. Енді сенің аққалаң біздің үйде қалып қойды деп хат жазайық та, сол кезде мүмкін келетін шығар бұғысымен бірге. Аққала сен мұңайма, иә? Ертең мен хат жазам, сосын Аяз ата бұғысымен келіп сені алып кетеді, жарай ма? Иә. Жарай ма? Жаным, құшақтандыршы, кішкене настроениесінің кішкене көтеріп жүріңдер. Ана қараңдар, жылағысы келіп тұр достар.